Саламатсыздарма, біз бүгін осындай электронды кітап жасайтын боламыз. Ол үшін біз поисковиктен, интернеттен bookcreator деп bookcreator.com сайтына кіреміз. Мінеки кірдік. Егер русский язык, орыс тіліне аудару мүмкіншілігі болса, орыс тіліне аударып аламыз. Болмаса, ағылшын тілінде жалғастыра береміз. Көбіне бұл сайт ағылшын тілінде. Так, create a free account дейміз. Деп жаңа аккаунт создавать етеміз. Мінеки full screenді басамын, яғни на весь экран деп. Егер сізде осындай сөз шықса, full screenді басасыздар. Мінеки мынандай окно кірді. Енді sign out деп ең астында тұр, қайтадан кіру деп. Сол кнопканы басып, switch to teacher, мұғалімге қосылу деп, соны басамын. Сөп sign with Google басамын, яғни Google аккаунт болған дұрыс. Сол через Google аккаунт бірден өзімнің атыма кіремін, яғни регистрация жасап отырмаймыз. Мінеки кіріп жатыр. Енді I'm a teacher деп басамын. Мен мұғаліммін деп. Яғни кітапты құрастыру үшін мұғалім режиміне өтеміз. Енді мына бір-екі сұраққа жауап береміз. Егер осындай сұрақтар шығып жатырса, сіз қай сыныпқа бересіз, қай оқу орнына, осындай секілді сұрақтарға жауап бере саламыз. Сөйтіп next деп, келесі деп басып, келесі сұрақтарына жауап беріп боламыз. Мінеки мына кірді. Енді жоғарыдағы new book, жаңа кітап деп басамыз. Мынандай шаблондар бар. Болмаса templates дегенге кіріп, дайын шаблондарға кіреміз. Мінеки әртүрлі шаблондар бар. Осының ішіндегі мен гүлдер табиғат тақырыбын алатын болсам, nature деп тұр. Осыны таңдаймын. Мінеки кірдік. Енді жазуларын барлығын өзгеріп шығамын. Оңға қарай бассам, беттері тұр. Мінеки ең бірінші бетке барып, жазуларды өзгертіп, оның суреттерін өзгертуге болады. Мінеки плюсикті бассақ, бұнда суреттерді өзгертуге болады. Видео, текст қосуға осы плюс арқылы басам, өзгертуге болады. Мынаны жазуды өзгерту үшін жазуды басып, мышканың оң жағын басып, edit кнопкасын басам, сол кезден сөз кнопочкасы сөзі өзгеретін болады. Сөздерді өзгертіп шықтық. Енді келесі бетке көшеміз. Мінеки келесі беттегі де сөздерді өзгертіп, мышканың оң жағын басып, edit text деп өзгертіп шығамыз. Келесі беттердегі барлығын өзгертейік. Мінеки сөздер қосуымызға болады, мынандай әртүрлі фигуралар қосуға болады. Мінеки осындай фигура таңдап, оның размерін кішірейтіп үлкейтуге болады. Енді келесі бет деп, мінеки видео қосу үшін плюсикті басып, мо деп, files деп, видео, әртүрлі файлдар қосуға болады. Мінеки бір видео таңдайып, открыть дейін. Ескі видеоны өшіп тастаймын, загрузка болып жатыр. Астында ескі видеомды өшіп тастай қояйын. Мышканың оң жағын басып, қатты басам. Мына өзімнің жаңа видеом загрузка болып жатыр. Енді келесі деп, келесі беттердің барлығын сәндеп шығамын осылай. Енді жаңа бет қосу үшін плюсті басып, өзім беттер таңдап, қосып, сәйкесінше барлығын өзгеріп шыға беремін. Мышканың оң жағын басып, edit text деймін. Мінеки мына жерде әртүрлі форматын, сөздің форматын өзгертуге болады. Жирный, курсив, дан деп басып, сохранить етіп қоямыз. Кітабымыз тексеру үшін play кнопкасын басамыз, бір рет қарап шығайық. Мінеки оңға басып, бір рет тексеріп шықсақ болады. Мінеки видеомызда загрузка болып жатыр. Видеомыз енді қосылады. Мінеки бетіміз толық болмай қалды, сондықтан тағы бір-екі бет қосқан жөн. Ол үшін жаңағыдай қайттан артқа edit деп басып, тағы да бір-екі парақ қосамыз.
Тағы жөндейтін жерлерін жөндеп шығамыз. Мына видеомызды жоғары көтеріп қояйық. Тексеріп шығайық. Міне видеомызды ашып тұр. Барлығы дұрыс жұмыс жасап тұр. Мінекей, мұнда тағы бір бет қосу керек секілді. Тағы бір бет қосайық. Эдитті басып, тағы бір бет қосамыз. Плюсикті басамыз. Жалпы бәрімізге мәлім, кітаптар жұп санды болады, яғни жұп бетті болады. 7 беттік, 9 беттік кітаптар болмайды. 10 бет, 20 бет секілді. Мінекей кітабымыз дайын болды. Енді плейді басып, бір рет тексеріп шығамыз. Оңға қарай. Мінекей видеомызды бассақ та, видеомыз қосылып тұр, жұмыс істеп тұр. Енді мынау share кнопкасын басып, download as EPUB деп басамыз. E-book. Электронды кітап түрінде сақтау. Болмаса, published online деп бірінші басып аламыз. Бұны публикацияға жібереміз. Сосын осының ссылкасын копировать етіп, ссылкасын оқушыларға берсек болады, онлайн түрде көреді. Болмаса, кітапты download деп скачать етіп аламыз, мұны e-book түрінде. E-book түрін iPhone-да жақсы ашылады. Бұны енді Android-тарда ашу үшін EPUB деген приложениялар скачать етіп, сода ашуға болады. Болмаса, e-bookты PDF-қа ауыстырсақ болады, яғни конвертерді, осындай поисковиктен конвертерді іздеп, жаңа скачать етілген кітабымызды салып, оны PDF форматқа ауыстырсақ болады. Дайын болды кітабымыз. Енді скачать кнопкасын басып, біздің PDF форматтағы кітабымызды жүктеп аламыз. Кітабымыз дайын болды. Яғни кітапты PDF түрінде, e-book түрінде, болмаса электронды ссылкасын жіберсек болады. Мінекей PDF түрінде кітабымыздың түрі осындай болады.